Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер эндокринолог Есмаханова Найзира. Бүгінгі тақырыбымыз қалқанша бездің түйіндері. Орысша айтқанда узлы щитовидной железы. Көп пациенттер уайымдайды, менде түйін бар, узыл бар, оны не істеймін, алып тастайын ба, жоқ әлде бақылайын ба деген сияқты. Осы сұрақтарға осы видео жауап болады. Біріншіден, узылдың жалпы қалқанша безінің көлеміне тоқталып келейік. Көлемі бізде үшке бөлінеді. 0 дәреже. Ол мысалы қалқанша без көлемі үлкеймеген, бәрі жақсы. Әйелдерде 18-ге дейін жаңа общий объем көрсетеді УЗИ жасаған кезде. Общий объем 18-ге дейін болу керек, ер кісілерде 25-ге дейін болу керек. Міне бірінші дәрежесі 18-ден аспайды, кісілерде 25-ден аспайды, бәрі жақсы, 0 дәреже. Бірінші дәреже былай пальпаторно біз былай ұстап көрген кезде қолымызға сезіледі. Ол бірінші дәрежесі. Және екінші дәрежесі пациент кіріп отырған кезде уже біз сразу білеміз, байқаймыз, қалқанша безі үлкейіп тұрады. Ол екінші дәрежесі қалқанша безінің үлкеюі болып саналады. Енді узилдарға тоқталатын болсақ, узилдар бізде көлемі кіші болып келеді, яғни 1 сантиметрге дейіндер, олар кіші түйіндер болып саналады. 1 сантиметрден жоғары үлкен узилдарға саналады. Енді қараңыз, 1 сантиметрге дейін болатын болса узиліңіз, УЗИ жасаған кезде жаңа қағазға жазып береді, узилдардың көлемдері жазылып береді, контуры жазылып береді. Егер контуры четкий деп, ровный, четкий деп жазып, көлемі 1 сантиметрге дейін болатын болса, онда динамикалық бақылау. Яғни 6 айда бір рет, жылына бір рет просто УЗИ түсіп, ескі УЗИіңізбен салыстырып отырасыз. Көлемі баяғыдай ма, немесе ол өсіп келе жатыр ма, немесе кішірейіп жоғалып кетті ма, соны қарап отырасыз. Енді қараңыз, егер сіздің узиліңіз 1 сантиметрден асып, УЗИда несі неровный, нечеткий деп жазатын болса, онда біз тапқа жібереміз. Тап деген орысшасы тонкоигольная аспирационная биопсия, жіңішке инелік аспирациондық биопсия, яғни пункция алады. Өте жұқа инемен, УЗИдің бақылауымен жаңағы узилдан тінді алып, тінді зерттейміз. Ол тін злокачественный ма, доброкачественный ма, соны исключать етуіміз керек. Неге біз қорқамыз да, неге 1 сантиметрге дейін деп, өйткені мысалы сіз неде УЗИ тапсырған кезде сізге жазып береді. Классификациясы бар узилдің, тирец деген. Тирец 1-2 деген ол доброкачественный деген. Егер 3 болатын болса, онда злокачественный менее вероятно. 4 деген болатын болса, мүмкін злокачественный бол. 5 деген онда более вероятно, яғни тирец деп жазылып тұрады классификациясы. Егер 3, 4, 5 болатын болса, оны злокачественныйға зерттейміз, исключать етуіміз керек. Сонымен қатар узил жоғары болатын болса, 1 сантиметрден, онда кальцитонин тапсыртқызамыз. Кальцитонин тек медулярный ракты исключать етеді. Өте андай қауіпті рактардың бірі, қалқанша безін соны исключать ету үшін кальцитонин тапсырады. Енді тағы бір айтып кететін жағдай, егер сізде узил бар деп есептейік, 1 сантиметрге дейін, бірақ сіздің қалқанша безіңіз қалыпты жұмыс істей береді. Кейбіреулерде болуы мүмкін гипотиреоз узилдің әсерінен, кейбір адамдарда қалыпты жұмыс істей береді. Яғни сізде узил болғанымен сіздің гормондарыңыз бөлініп тұр. Жақсы бөлініп тұр, жұмыс істеп тұр. Менде өзімде жақында пациент болды, 3 сантиметр узил. Биопсияға жібердік, биопсияда да бәрі жақсы. Биопсияның өзінде жаңа тоже классификацияға бөлінеді. Егер бедеста 2 десе, онда ол доброкачественный деген сөз. Гормондар бәрі жақсы бөлініп тұр, бәрі жақсы, тек қана динамикалық 6 айда бір рет, жылына бір рет УЗИ ғана түсіп тұрады. Енді қараңыздар, қалқанша безін алып тастауға, яғни операцияға қандай показаниялар бар? Ең бірінші ол рак. Егер рак болған жағдайда қалқанша безін тотально барлығын алып тастайды. Екінші жағдай диффузно-токсический зобтың андай емге көнбейтін түрлері болады. Қанша жыл емделіп жатыр, кейде 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл емделіп жатыр, бірақ емге көнбейтін болған жағдайда қалқанша без өте көп бөлінгендіктен
біздің ағзамызды улайды, жүрегімізді отырғызып тастайды, жүрегіміз күніге 90-100 соғып тұрғандықтан жүрекке өте қатты нагрузка болады. Сол себептен диффузный токсический зобтың ауыр түрлерінде, емге көнбейтін түрлерінде тоже қалқанша безді алып тастайды. Үшінші показания сол, қалқанша безінің көлемі үлкен болып, мысалы узелдар 5-6 сантиметр болып, басқа қасындағы тұрған өңештерге, нелерге басатын болса, компрессионный, яғни адам тұншығып демала алмайтын болған жағдайда, сол жағдайда біз операциямен алып тастаймыз. Енді қараңыз, операцияның өзінің қауіптері болады. Мысалы, операция болған кезде біздің қалқанша безіміз бабочка сияқты түрінде болады, соның үстінде астында, яғни паращитовидная қалқанша без маңы бездері болады. Ол бізде парад гормон бөліп, біздің фосфор кальций обменге қатысып, біздің сүйектеріміз бәріне қатысып отырады. Енді қараңыз, егер тотально алып тастаған жағдайда, яғни бүкілін алып тастаған жағдайда, қалқанша маңыз бездерінде бірге алып тастауы мүмкін. Мысалы, кейбіреулерде анатомиялық ерекшеліктерінде, мысалы, 4-еу болуы мүмкін қалқанша бездің артында, мысалы, біреуінде 5-еу, ал біреуінде 1-2 ғана болып, сол 1-2 ғана алып тастайтын жағдайда, онда адамда көбінесе операциядан кейін уже байқалынады судороги, яғни тырысулар бастала бастайды. Ол үшін кальций глюконат салып, үнемі кальций ішіп жүріп, сөйтіп жүруге тура келеді. Сол себептен операцияның өзінің де асқынулары болады. Егер паращитовидный железалар бәрі орынды, бәрі жақсы болатын болса, ондай асқынулар болмайды. Енді қараңыздар, кальцитонинді тек медулярный рак исключать ету үшін. Енді тиреоглобулин деген бізде анализ бар, оны неге тапсырамыз? Мысалы, сізге операция жасап, полностью қалқанша безін алып тастады, сіз гормондар ішіп жүрсіз, кейін біз сосын тиреоглобулинге тапсырып, жаңағы рак клеткалары қалған жоқ па? Өйткені тиреоглобулин тек қана қалқанша безі ғана бөледі. Егер сіздің ағзаңызда тиреоглобулин болатын болса, онда қалқанша без клеткалары қалып қалды деген сөз. Сол себептен тиреоглобулинге осы жағдайда тапсырасыздар. Басты сұрақтардың бірі узел, жаңағы түйін неден пайда болады? Ең бірінші себебі ол йод жетіспеушілік. Қазақстанның бүкіл аймағы йод жетіспеушілік аймаққа жатқандықтан йодтың деңгейі бізде үнемі қалыпты болып тұру керек. Неге узел пайда болады? Себебі біздің араның ұясын елестетіңіздерші, мынандай көп араның ұясы, біздің қалқанша безімізде сондай сияқты көп нелерден тұрады. И соның әрбір ұясынан бізде араның балы емес, бізде қалқанша без гормоны бөлінеді. Әр неде былай көп осылардан қалқанша без гормоны бөлініп тұрады. Енді қалқанша без гормоны бөлінейін десе, оған бізде тиреоглобулинге йод қосылу керек. Сол кезде барып, жаңағы ферменттердің әсерінен бізде қалқанша без гормоны Т4 бөлінеді. Т4 кейін конверсияланып Т3-ке айналады. Енді қараңыз, жаңағы қалқанша без гормонын бөлу үшін жаңағы йод керек. А бізде йод жетіспеген екен, анау тырысып, қалқанша бездің гормонын бөлгісі келеді, болмағаннан кейін бет қасындағы немен неғып, осылай түйін құрайды. Осылай түйін, егер йод жетіспеушілік өте неғылатын болса, онда түйін үлкейе береді. Сол себептен бірде-бір себебі ол йод жетіспеушілік болып табылады. Және басқа да себептері көп, бірақ басты бір себептерінің бірі осы йод жетіспеушілік. Енді йод жетіспеушілік сізде бар ма, жоқ па, анализ тапсыруға ақшам жоқ дейтін болсаңыздар, баяғы старинный методтардың бірі ол йодный сетка жасау. Яғни теріңізге йод арқылы йодный сетка жасайсыз дағыны 24 сағат күтесіз. Егер 24 сағаттың ішінде йодный сетка полностью сіңіп кететін болса, онда сізде йод жетіспеушілік бар деген сөз. Егер 24 сағатта онда сол бойы қалпында қалатын болса, онда сізде йод жетіспеушілігі жоқ. Енді қалқанша безгі туралы тағы айтып өтетін тағы бір жағдай, егерде узелдарыңыз бәрі 1 сантиметрге жетпейтін болса, бірақ контурлары неровный, нечеткий деп беретін болса, және тирец 3-4 болатын болса, ондай кезде де 1 сантиметрді күтіп отпай, уже биопсияға жібере береміз.
Тағы бір айтып кететін жағдай, мысалы узелдің йод жетіспеушіліктен болуы мүмкін деп, узел бар кісілер сразу йодты үлкен дозада қабылдамау керек. Өйткені узел былай тұрған кезде йод жоқ болғаны, енді йод көптеп келе бастағаннан кейін былайша айтқанда қалқанша без сходит с ума, одан сайын функциональная автономия деген бар, жаңағы түйіннің. Ол кезде түйін өте көп мөлшерде тоқтамсыз қалқанша без гормонын бөле бастайды. Сол себептен узел болған жағдайда қалқанша без гормондарын тапсырып, қалқанша без гормондары, мысалы бізде ТТГ-ны тапсырамыз, Т3, Т4, свободный ТТ, свободный Т4, АТПО, антитг, осыларды тапсырып, қалқанша без гормонын полностью қалай жұмыс істеп жатқанын анықтай аламыз. Және обязательно УЗИ. Енді қараңыздар, неге біз ТТГ-ны тапсырамыз? ТТГ бізде миымыздың дәл ортасында маленький 20 граммдық гипофиз без бар да, сода бөлінеді. Қалқанша безі Т3, Т4, АТПО, антитг деген бәрі қалқанша безге байланысты болса, біз ТТГ-ны неге тапсырамыз деген сұрақ туындайды. ТТГ бізде как весы сияқты. Мысалы, мынау ТТГ болатын болса, біздің қалқанша без контролировать етіп тұрады. Мынау бізде қалқанша без гормоны. Егер қалқанша без гормоны төмендеп кететін болса, бізде ТТГ жоғарылайды. Айтады қалқанша безіне, давай көп бөлін деп. Ол көп бөлінеді, орнына келеді. Қалыпты да. Егер қалқанша без гормоны жоғарылап кететін болса, онда ТТГ төмендеп кетеді. Негізінде екеуі де бірдей болып тұру керек. Енді қараңыздар, ТТГ мен қалқанша без гормондары ол кері байланыс арқылы бір-бірімен байланысты. Сол себептен біз осы ТТГ-ны да тапсырып біліп отырамыз. Т4, Т4 қалай бөлініп жатыр, соның бәрін бақылап. Енді узел бар кісілер, кейбір кісілер өте уайымшыл болады, узелім бар, не істесем болады. Енді неге біз 6 ай сайын немесе жылына бір рет түсіп тұрсын деп айтамыз. Мысалы, сіз мынандай кішкене узел бар дейік, мына жерінен алды, тап жасады, мысалы, пункция жасады, доброкачественный деп берді, мына жерден жасады, доброкачественный, а мына жері злокачественный болуы мүмкін. Сол себептен мына жағы домалақ болып жақсы болып өседі, ана злокачественный жағы кедір-бұдыр болады. Сол себептен біз 6 ай сайын, 1 жыл сайын ескі узелмен бірге салыстырып отыруымыз керек. Доброкачественныйлар, сол контурлары бәрі четкий, ровный, бәрі жақсы болады. Злокачественный болатын болса, онда уже сразу білінеді. Контурлар бәрінің четкий, тез өсе бастайды деген сияқты. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Уақытым болған кезде жауап беретін боламын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.